Сұрақ: музыка тыңдау харам ба? Жалпы музыка мәселесінде ғалымдар оны кәләм деп айтады. Бұл музыка сөз сияқты дейді. Яғни бұндағы мағына сөздің дұрысы болады, бұрысы болады. Яғни дұрыс сөз сөйлеу дінімізде жаңағыдай үкімі дұрыс болатын болса, ал енді бұрыс сөз, ғайбат айту, өсек айту, өтірік айту ол дінімізде күнәлі амалдардан. Сол сияқты осы дінді терең білген бабамыз Абай атамыздың сөзі бар: әннің де естісі бар, есері бар деп айтады. Сол есті ән болатын болса, отансүйгіштікке, ата-ананы сыйлауға, адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болуға шақыратын әндер болатын болса, бұл нәрсе дінімізде тыйым салынбаған. Қазақ халқының тарихына қарайтын болсақ, біздер домбырамызбен әртүрлі жырларымызда, ән толғауларымызда дін насихатын, ата-ананы сыйлау, ағайын арасындағы тату тәтті болу деген сияқты көптеген мәселелерді насихат қылған. Хадисте келетін болсақ, Айша анамыз өзінің бір туысы болған қызды ансарлықтардың біреуіне ұзатады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: сендердің қастарыңда ән айтатын біреу бар ма? Ансарлықтар әнді өте жақсы көретін халық дейді. Яғни бұл хадистен де қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұрыс әнге еш уақытта тыйым салмаған. Алла тағала береке, жақсылығын берсін.